Мен өмірді маңызды оқиғалар тізбегінен тұрады деп ойлайтынмын. Колледжде бітіріп, жұмысқа тұру, үйлену және сақалды қыру сияқтылардан. Бірақ мен соңғы 10 жылда түсінгенім, өміріңіздегі ең үлкен өзгерістер бұл сіздің қарапайым әрекеттеріңіз арқылы болады. 30-шы туған күнімнің бұған еш қатысы жоқ. Айтпақшы киім, бұл туған күн кеші жаман өтті. Ялсан қайтет. Сосын сіз өміріңіздің бір бөлігіне көз қарасыңызды тастап қарай бастағанда сіз түсінесіз. Бұл жеткен нәтижелеріңіз күнделікті жасайтын автоматты әрекеттеріңізден тұратынын. Олар әдеттер деп аталады. Таңертең нешеде тұрғаныңыздан бастап, таңғы асқа не жейтініңізге дейін телефоныңызға қаншалықты жиі кіріп кетесіз және физикалық белсенділік жеткілікті ме? Бұл әдеттер сіздің өміріңізді айғақтайды. Олар сіздің күніңізді не нәрсеге жұмсайтыныңызды, не ойлайтыныңызды және өміріңіздің сапасын анықтайды. Күннің соңында қанағаттанасыз ба, әлде оған дейін әлі алыс па? Бұл күнделікті қарапайым істер отырықшы мен белсенді өмір салты арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Таза ой мен үздіксіз жүгіретін тышқанның ойы, табысты бизнес пен жай ғана мидағы идеяның айырмашылығын. Не сіз әдеттеріңізді басқарасыз, не олар сізді басқарады. Және мен соңғы 10 жылда бір нәрсені түсіндім. Бұл сіздің өміріңізді өзгерту үшін көп нәрсе қажет еместігі. Және мен үшін бәрі бір ғана әдеттен басталды. Мен мектеп жасына дейінгі жастан бастап жасөспірім кезге дейін сыныбымдағы ең қортық балалардың бірі болдым. Мен орта мектепте әрең дегенде 45 килограммға жеттім. 6 жыл өткен өзінде колледжде оқып жүргенімнің орта кезі мен салмағым өзгермеді. Сонымен мен 20 жасымдағы жетістіктерім, шитықпын, қыздармен сөйлесуден нөлмін, өзіме деген сенімнен айырылдым. Ал мен студенттік қарызым сеніммен 6-шы нөлге бара жатты. Мен бір орында тұрып қалдым, не істерін білмедім. Егер сол жолдарымды екі сөзбен жеткізетін болсам, түніліп кету. Менің іштей сезілген түнілгендігім мүлде мектепте шитық бала болғандығыма, немесе қыздармен сөйлесуге қорқатындығыма қатысты емес еді. Бұл менің өзімді жақсартуға көптеген талпыныстарыма қарамастан, бастаған жеріме қайта оралатындығымнан болды. Жаңа әдетті қалыптастыруға тырысқан сайын, оны бір нәтиже ғана күтіп тұрған сияқты бола берді. Мен өмірімде үлкен өзгерістерді қалағаным сонша тұрып, кілттерімді алып, кроссовкаларымды киіп, жаңа тәсілмен жаттығу жасауды бастайтынмын. Бірінші күн тамаша өтті, екіншісі түк қиындықсыз, үшіншісінде тоқтата алмайсыз. Содан кейін 2 апта өткен соң мен тоқтап қалдым. Олардың орнында мен үлкен емтиханға, мерекеге және одан да маңызды іске уақыт бөлетінмін. Яки мен жолымда әрқашан қандай да бір кедергілер немесе уайымдар пайда болатын. Бұл бір түрлі сезім, өмірде нақты не қалайтыныңызды білесіз, өзіңізден көп үміт күтесіз, бірақ болашақта жолдың жарысын өзін өтпей тоқтап қаласыз. Егер мен сол кезге қайта оралып, өзіме кеңес беруіме болатын болса, онда былай дер едім. Бұл процестің бір бөлігі ғана. Біз әрқашан сәтсіздікке ұшырайтын боламыз. Бұл жолдың басында да болатын нәрсе. Сен аздап өршіл болып, сондай-ақ мінез-құлықтың өзгеру сияқты қиын нәрселерді жасауға келісіп тырысқанда, сәтсіздікке ұшыраудан қаша алмайтыныңды қабылдаған кезде, сонда сен тезірек алға жылжып, өзіңді жақсартудың дұрыс жолын таба аласың. Сол кездері өзімнен байқаған бір нәрсе, мен аяусыз болдым. Мен сәтсіздіктеріме өзімді ренжітуге жол бермедім. Тісімді қысып алып бұлай деп айтатын едім. Жарайды, бұл өз нәтижесін бермеді. Мен мұны басқаша істеп көрсемше, мен дұрыс шешімді таба аламын деген үмітімді ешқашанда үзбедім. Содан соң мен бұл процесті қайталайтынмын. Бөтелкеме су толтырып, жүгіретін кроссовкаларын киіп алып, жолға шығатынмын. Содан жаттығу залындағы бір күн бір аптаға айналды, және мен бір айдан кейін бірінші нәтижелерді көре бастадым. Ал 3 айдан соң мені ештеңе тоқтата алмады. Менің күшім артты, бұлшық еттерім анығырақ көріне бастады, және мен өзімді бұрын-соңды болмағандай жақсы сезіндім. Ол кезде мен бұл әдетті өміріме қалай енгізгеннен хабардар болмадым. Қазір мен нақты айта аламын, бұл тәжірибе жасап, әртүрлі нәрселер сынап көруге тартқандықтың арқасында болды. Және мен іздеген жеңісті табу үшін сол сәтсіздіктерден өтіп жалғастыра бергеннен де болды. Бірақ мен кездейсоқ бірнеше тактиканы кезіктірдім. Олар маған бұл өзгерістерді нығайтуға көмектесті. Сол кездегі мен көршім фитнеспен жақсы таныс адам және жауапкершілікті серіктесім ретінде болды. Оның жол бойындағы жігерлендіру мен кеңестері маған кәдімгідей көмектесті. Екінші тактика, мен өз ортама арналған еске салғыштарды жасадым. Жатын бөлмеме шағын жазбаларды қалдырып, жаттығу залына баруға бір күн қалғанда сөмкемді дайындадым. Мысал, мен сол уақытта мен 2 күн ережесін ұстана бастадым. Ол маған жаттығуымды 2 күн қатарынан өткізуге рұқсат бермеді. Бұл мен алға жүруімді қамтамасыз ететін және тым көп күн қатарынан тайып кетпеуім үшін қорғаныш болды. Бұл бір әдеттің мен өміріме соншалықты үлкен әсер еткен себебі сода банкаларын бицепспен ези алатындығымнан емес.
Бұл жақсы жанама әсер шығар, бірақ шын мәнінде үлкен өзгерістер әлі алда еді. Бұл серпініс болды кейінгі апталар мен айлар. Сосын бұл бір әдет айсбергтің ұшығаны екені айқындалды. Өйткені ол арқылы мен одан да көп кішігірім әдеттерді құрдым. Мен жаттығудан кейін дұрыс тамақтануды бастауға шабыт алдым. Кейін көбірек су іше бастадым. Содан мен бір жыл ішінде 9 килограммнан астам бұлшық ет жинадым. Ал мен сенімділігім мен өзімді бағалауым күрт артты. Бұл маған басқалармен байланыс орнатуға, бизнесімді бастауға және ақыры қыздармен сөйлесе бастауға көмектесті. Сол кезден бері мен өзімді дамыту мен жеке қаржы туралы кітаптарды толтыра оқи бастадым. Бұл маған кино түсіруші адам ретінде бизнесімді бастауға түрткі берді және 4 жылдан аз уақыт ішінде $97 қарызды өтеуге көмектесті. Келісіп қояйық, мен студенттік қарызым жайлы айтқан сайын сіз маған бір шот жібересіз. Бақылаған болсаңыз 2 шот қарызсыз. Ал мен $97 студенттік қарызым барын айттым ба? Үшеу болды. Бұл әрине толық оқиға емес. Көптеген күмәнді сәттер болды және қорқыныш пен қобалжулар менің алға жылжуым тоқтатады деп күмәндандырды. Бірақ қазіргі мен айналған адам, мысал мен 10 жыл бұрын өмірімде болған бір өзгеріспен үздіксіз байланысты. Оны бір күн жасау оңай, бірақ оның мағынасы болмайды. Сонымен, сіз күн сайын қайта-қайта бір нәрсе жасайтын болсаңыз, ол өміріңізде үлкен өзгерістерге әкеледі, ұзақ мерзімде. Сіз өміріңіздің махаббатын бірінші кездесуде кездестірмейтін шығарсыз. Марафонға дайындалу үшін 30 күннен астам уақыт қажет болуы мүмкін. Ал егер сіз бүгін жаттығуды бастамасаңыз, сіз стендік преспен 90 килограммды көтеріп көруден айырыласыз. Нағыз прогресс уақытты қажет етеді. Сонымен қатар тұрақтылық пен шыдамдылықты. Бұл ұзақ мерзімдегі нәтижелерге жетудің кілті. Мен амбицияларды бағалаймын. Мен үлкен мақсаттарды жақсы көремін. Сондықтан, егер сіздің мақсаттарыңыз үлкен болса, бұл жақсы нәрсе. Бірақ сонымен бірге сіз кішкентайлап ойлауды бастауыңыз керек. Егер сіз бүгін бір қарапайым өзгерісті енгізіп, оны бір жыл бойы ұстансаңыз, бұл сіздің өміріңізді толығымен өзгерте алады. Өміріңіздің үлкен салаларына назар аудару, бұл сізге үлкен инвестициялармен қатар қайтарымын береді. Ал тістеріңізді тазарту және 8 стакан су ішу әрине бұнымен барлығымыз қолдануымыз қажет. Бірақ бұл сіздің өміріңізде үлкен өзгерістер жолында серпін беретін нәрсе болмай қалуы мүмкін. Егер сіз өзіңіздің психикалық, физикалық денсаулығыңызға қарасаңыз, қаржыңыз бен қарым-қатынасыңызға ояқта шешілу керек нәрселер табылатын шығар. Олар болашақта қайтарым беретін нәрселер болуы мүмкін. Сіздің зейнеткерлік шоттарыңыз қор нарығында қосылатын сияқты, дәл солай сіздің әдеттеріңізбен де. Сіз инвестициялау үшін ең дұрысын табуыңыз керек. Бұның ең кереметі, бұл нәтижелерді көру көп уақытты қажет етпейді. Егер сіз шынымен орындайтын нәрсені тапсаңыз, оның пайдасын көру үшін 1-2 ай ғана тұрақты түрде жасау қажет. Күн сайын 20 минуттық йогамен айналысу, таңертең 10 минут медитация немесе ұйықтар алдында күнделік жазу. Бұл өміріңіздегі кішкентай өзгерістер, басқа да көптеген өзгерістердің серпінін ұшқыны болуы мүмкін. Және бұл үшін жай ғана бірінші қадамды жасау керек. Менің өзімді дамытуыммен қатар жаңа әдеттермен танысуымның әлі аяқталатын түрі жоқ. Бұл тақырыптарда ары қарай зерттеуді жалғастыру осы YouTube арнаның бастауымның басты себептерінен бірі болды. Және бірнеше ай бұрын мен одан әрі қарай қозғалуды шештім. Содан мен өмірімнің ең өршіл жобаларын бірін жасадым. Мен әдеттер туралы білгенімнің, үйренгенімнің барлығын қарапайым әдеттер деп аталатын бір курста біріктірдім. Қазір сіздерде көп сұрақ туындаған шығар курсқа байланысты. Бұл не курс? Онымен бірге не келеді? Оны алу керек пе? Жоқ па? Сондықтан келесі бірнеше минут ішінде мен бұл сұрақтарға жауап беремін. Егер курс сізді қызықтырмаса, оны қазір алғыңыз келмесе, бұл бейнені көруді тоқтатқаныңыз жөн. Сіз әлі де осы жердесіз бе? Күте тұрыңыз, қазір дайындалып алайын. Сонымен мен әдеттерін өз өміріне қалап енгізе алмайтын адамдар үшін қарапайым әдеттер курсын жасадым. Жаттығулар жасауды бастау болсын, дұрыс тамақтану, көбірек кітап оқу немесе ерте ояну. Керекті әдетті таңдаңыз және курс оны өміріңізге енгізуге көмектеседі. 100 минуттан астам кинематографиялық мазмұн мен жұмыс кітабы арқылы мен сізге әдеттердің барлық тактикасын үйретемін. Мотивацияны қалай сақтау керектігін көрсетемін және содан соң әдетті жасаудың алғашқы 30 күнін және одан кейінгі уақытты өтуге көмектесетін жоспарды құрайсыз. Егер біз сізді күн сайын таңертең төсектен тұрғызатын мотивация түрі жайлы сөйлессек, онда сіз сүйікті Eminem тізімімен шектелмейсіз. Жауапкершілік бұл процесте өте маңызды, сондықтан мен 30 күндік мәтінді хабарлама жіберуді қостым. Сіз сондай-ақ біздің Slack'тағы жеке қоғамдастыққа қол жеткізесіз пікірлестеріңізбен сөйлесу үшін. Курс алғаш рет ашылғаннан бері сынап көрген студенттерден таңғажайып пікірлерді алдым. Барлығын істеп түк шықпаған адамдардың айтуынша бұл курс жалғыз өзі тұрып қалған жерден қозғалуға көмектесті. Курс туралы көбірек білгіңіз келсе slowgrow/simplehabits.com сайтына өтіңіз.
Егер сіз жас, көңілсіз, мед сияқты болсаңыз, тырысып, сәтсіздікке ұшырайсыз, бірақ неге екенін білмейсіз, бұл курс сізге шынымен көмектесетініне сенемін. Қаласаңыз тексеріп көріңіз. Төмендегі сипаттамада сілтеме бар, немесе slowgrow/simplehabits.com сайтына өтіңіз. Сіз курс сатып аласыз ба, жоқ па, мен бәрібір де сізге бейнен көргеніңіз үшін өте ризамын. Қолдауыңыз үшін көп рахмет. Кездескенше.